Оқушылар, сәлеметсіңдер ма? Жиынға байланысты мынандай бір есеп келді. Так, жетеуі көк түсті қалам қолданатын олимпиадаға қатысушылар. Эйлервен шеңберімен шығарамыз сондайды. Так, жетеуі көк түсті. Көк дейміз да, жанына жеті деп қоямыз. Анау шеңберіміз бізде жетеуі. Ал жетеуі қара түсті қалам. Так, мынау көк. Мына эйлервен шеңберлері бір-бірімен осындай қиылысады. Қара. Бұл да жетеу екен. Сосын не дейді? Жетеуінің қарындашы, үшеуінің көк түсті қаламы мен қара түсті қаламы, үшеуінің қара түсті қаламы мен қарындашы, төртеуінің көк түсті қаламы мен қарындашы болды. Көк, қара, сосын тағы қандай бар? Бұл да көк түсті қалам, қара түсті қалам. Және қарындаш бар екен ғой бізде. Қарындаш міне үшіншісі бізде қарындаш. Мыналар ручка, иә? Енді мына нәрсені түсініп алайық. Бізге дәл ортасындағысы керек. Ортасындағысы деген сөз көк түсті, қара түсті ручкалары және қарандашы бар баланың санын іздеуіміз керек текстен. Ол тек қана бір баланың көк түсті қаламы, қара түсті қаламы және қарандашы бар бір баланың дейтін жерге бір қоямыз. Осыдан кейін енді басқа жақтарын жазамыз. Мына сөйлемді қайтадан оқимыз. Так, жетеуінің қарындашы, үшеуінің көк түсті қаламы мен жетеуінің қарындашы дейді. Жетеуінің қарындашы екен, бұда да жетеу екен ғой бағана. Тастап кетіппіз ғой. Енді мынаны қарайық, қызықты. Үшеуінің көк түсті қаламы және қара түсті қаламы болды дейді. Үшеуінің көк түсті қаламы және қара түсті қаламы. Бір деп тұр ғой. Содан жаңа 3-тен 1-ді алып тастаймыз. Екеу. Мына шеңберді көріп тұрмыз ба? Қиылысатын. Қиылысқан шеңберде 3 болып тұр ма? 2-ге 1-ді қосқанда 3 болып тұр. Мына көк түсті және қара түсті. Екі шеңбер қиылысқан жерде 3 деген сан бар. Енді үшеуінің қара түсті мен қарындашы бар дейді. Үшеуінің қара түсті мен қарындашы не жерде қиылысатын жері? Мына жер. Бұл жерге де екеу дейміз. Өйткені мына 2-ге 1-ді қосқанда үшеу. Міне көріп тұрсыңдар ғой, шеңберінің қиылысқан жері үшеу. Енді ары қарай оқимыз. Төртеуінің көк түсті қаламы мен қарындашы. Міне көк түсті қарындаш ручка мен қарындашы бар. Ол төртеу екен. Сонда мына жер бізде 3 болады. Міне өйткені 3-ге 1-ді қосқанда 4. Сондықтан да 1-ді ең бірінші жазып алдық. Енді бізден сұраққа өтейік. Енді сұрақта не дейді? Онда алтын сақа олимпиада қатысушылар қанша дейді? Енді мына одан кейінгі сіздер оңай. Мына 7 деген шеңберімізді көріп тұрмыз ғой, көк, иә? Көк шеңбердің ішінде қандай сандар бар? 2, 1, 3. Уже 6 қосымызы. Негізінде 7 болу керек. Сонда мына жер 1 болады. Бұл деген сөз тек қана көк қарандаш, көк ручка келген бала деген сөз. Ары қарай дәл солай жалғастырамыз. Мына шеңбер мына екеуін қосқан кезде 3-ін қосқанда 5, сонда 7 болу үшін мына жерге 2. Тағыдан мына жерді жалғастырамыз. 7 болу керек қарандаш, иә? Мына жерде не болып тұр? 3, 1, 2, 6 болып тұр. Сонда мынаған 1 керек. Енді оқушылар барлық олимпиадаға қатысқан оқушыларды білу үшін мына сандарды қосып шығамыз. Мына 7-лерге тиіспейміз, олар тұра. Мына сандардың барлығын қосып шығамыз. Бірінші мына орталарын қосып шығайық, шатаспау үшін, иә? Мына жерде мыналарды бояп қояйын. Так, 2-ге 1-ді қосқанда 3, 3-ге 3-ді қосқанда 6, 6-ға 2-ні қосқанда 8, иә? 8-ге енді сыртында аналарды қосамыз. 8-ге 2-ні қосқанда 10, мынау 11, 12. Сонда 12 оқушы олимпиадаға қатысқан дейміз.